Келінім балаларын тастап кетті. Жасым қазір 70-ке келді. Осындай жаста әрбір адамға жүрегінің тыныштығы және балаларының амандығы мен бақытын көруден асқан арман жоқ шығар. Төрінен көрі жақын қалған адаммын ғой. Болашағы енді ғана басталатын кішкентай 2 немеремнің тағдырына алаңдаймын. Ұйқым да тыныш емес, тек қана көңілге медет тұтатыным 2 немерем жанымда өсіп келеді. Олардың бал қылықтарын көргенде көңілім жасарып, бір сәтке болса да күйбең тіршілікті ұмытып, солардың бала көңілдеріне қосылып, өзімнің де баладай болып кететінім бар. Менің бүкіл қайғым мен мұңымды ұмыттырып, жаныма жалау болып жүрген немерелерімді кім қашан тартып әкетеді екен деп жүрегім шайлығымен өмірім өтуде. Олай дейтінім, немерелерімнің жанында не анасы, не әкесі жоқ. Ата-анасына керек болмаған балалар басқа кімге керек дейсіз? Мен ұлымды да кінәлауға асықпаймын, келінімді де. Кімнің ақ, кімнің қара екенін Алла өзі көріп тұр, өзі реттейді деп сенемін. Тек мына кәрі көңілдің қазіргі уайымы өзім емес, өрімде 2 бала. Осы 2 бала жанымда болмаса, мен әлдеқашан мына дүниені тәрк етіп кетер медім. Менің жанымды сақтап, осы балалардың сүйегі қатайсын, көрінген құзғындарға жем болмасын деп сүлдерімді сүйретіп жүрген шығармын. Жастайымнан көрген қиындықтарым аз болған жоқ. Әрбір адамның тағдырында қиындықта, бақытты сәттерде кезек-кезек болып тұрады ғой. Адам өз өмір сүріп жатқан мезетті дер кезінде бағалай алмауы мүмкін. Кейін артына көз жүгіртіп қараған кезде ғана өзінің бақытты немесе бақытсыз өмір сүргенін бағамдай алады. Яғни адам өзіне есеп беріп, қателескен тұстарын, жеткен жетістіктерін сараптайды. Менің де кіші ұлымның тағдыры дұрыс болмады. Үлкендерім өз өмірлерін сүріп жатыр. Олар әрине аналары үшін алаңдамайды дей алмаймын. Дегенімен отбасыларымен тыныш өмір сүрсінші деп оларға салмақ салғым келмейді. Ал жалғыз қызым шетелде тұрады отбасымен. Жиі хабар алып, қолына келген көмегін беріп тұрады. Қолымдағы кенже ұлымның балалары. Бір ұл мен бір қызын тастап, келінім кетіп қалды. Келініме ешқандай жамандығым өткен жоқ деп ойлаймын. Ұл мен келін екеуі бір-бірімен түсінісе алмады. Тағдырдың жазуы солай болған болар. Ұлым да келін кетіп қалған соң біраз уақыт ашуланып, ішкілікке де құмар болып алды. Оған ұрыстым да, жылап жалбарынып та айттым. Мені ойламаса да, мына балаларыңды ойла. Осы 2 бала не анасына, не әкесіне керек болмаса, бұлар ертең қандай адам болып өседі? Басыңа салған тағдырға көнбеске шараң бар ма? Әйелі өлсе де, ер адам тіршілігін жасап, балаларын өсіріп жатыр ғой. Мен үшін болмаса да, мына балаларың үшін қайраттан. Біле білсең, мен сенен де қатты қиналудамын. Өйткені сен жассың, тағы да үйленіп, тағы да балаларың болады. Сен солармен алданарсың. Ал мына балалардың жайы мен күйі не болмақ? Соны ойладың ба сен? Осылай деп санасына біраз дүмпу жібергендей болып едім. Ұлым ойланған шығар. 1 аптадай үйде болды да, апа, мен басқа жаққа кетсем деймін, жұмыс істеймін, сіздерді бағамын, балаларымды да ешкімге тәуелді етпеймін. Сұрқай естеліктерді де еске түсірмеу үшін алысқа кеткім келеді. Сіздерді де көшіріп алып кетемін деп менен рұқсат алып, Астанаға жұмысқа кеткен. Содан бері сонда хабарласып тұрады. Жарты жылда бір келіп балаларды мені қуантып кетеді. Бірақ бәрібір балалары әке жанында болғысы келеді ғой. Ал шешелері ізім қайым жоқ. Нағашылары жағынан да іздеп келіп жатқан біреуін көрмейміз. Естуімше, бұрынғы келінім тағы да біреуге тұрмысқа шығып алыпты деген сыбыс бар. Балаларын мүлде ойламайтын ана болады екен-ау. Қанша жерден күйеуінен, енесінен, басқасынан көңілі қалса да, балаларынан жиренген ананы осы жасыма келіп алғаш көріп тұрмын.